Қызу кезінде бала неге қалтырайды? Себебі балада қан тамырлары температура қатты көтерілген кезде қан тамырлары қысылып тарылады, соның әсерінен балада қалтырау байқалуы мүмкін. Температура неше күнге дейін қалыпты? 3 күнге дейін температура қалыпты болып есептелінеді. Температура кезінде бала тамақ ішпесе қауіпті ме? Температура кезінде бала тамақ ішпесе болады, бірақ міндетті түрде су ішу керек. Қызу түскеннен кейін қайта көтерілсе не істеу керек? Баланы бақылау керек, температурасы 38-де 5-ке жеткенше. Егер де бала жағдайы жақсы болса, онда су бере беру керек. Температура кезінде баланы орап қою дұрыс па? Температура кезінде баланы қалың киіндіруге орауға қажеті жоқ, себебі температура одан да қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Түнде температура көтерілсе не істеу керек? Баланың жағдайын бақылау керек. Егер де температура 38-де 5-тен асып кетсе, онда температураны түсіретін дәрі беру керек. Қандай жағдайда жедел жәрдем шақырту керек? Егер де балада температура қатты көтеріліп, және де судороги болып жатса, онда міндетті түрде дәрігер шақыру керек. Температура кезінде балаға су беру керек пе? Міндетті түрде беру керек, жиі аз-аздан беру керек. 50 мл/на килограмм есептеп. Тістер шыққанда температура көтеріледі ме? Температура көтерілуі мүмкін, көп жағдайда температура көтерілмейді. Вирус кезінде температура қанша күн болады? 3 күнге дейін болады, 3 күн 4 күнге дейін. Қызуды үйде қалай түсіруге болады? Көп сұйықтық беру керек, температура түсіретін дәрі беру керек, және бөлме температурасындағы сумен денесін сүртуге болады. Температура кезінде баланы далаға шығаруға болады ма? Егер баланың жағдайы жақсы болса, шығаруға болады.